Мен өз агрессиямды кішкене басқаша басқарам. Ашу қысқан кезде өзімнің видеоблогыма арнайы өзімді түсірем. Мысалы, достар, айтарға сөзім жоқ, бәрі ашуыма тиіп бітті. Сендердің араларында осындай сезімді басынан кешіріп жатқандар бар ма? Комментарий жазсаңыздар болады. Ағай, ал мен барлық мәселемді ата-анаммен бөлсем, олар мені түсінеді және қолдайды. Рахмет балалар. Сіздердің өздеріңізді және басқаларды ренжітпей өз пікірлеріңізді білдіре алатындықтарыңыз маған өте қатты ұнады. Жақсы балалар. Ал осы агрессияны сөзбен немесе іс-әрекетпен жеңіп көргендер болды ма? Ағай, қалай жасайтынды көрсетсем бола ма? Әрине. Мен ашуланған кезде жолбарыс сияқты ырылдаймын. Неге күлесіңдер? Bir шама жеңілдеп, өзім кейде күлкім келеді. Біріншіден, ата-анам түсінеді, өзімді жақсы сезінем. Жақсы. Өте қызықты әдіс. Солай емес пе балалар? Ал, кімде тағы қандай ойлар бар? Мен сен сияқты дауыстап айтпаймын. Мен ваннаға суды ағызып қойып айғайлаймын. Немесе шамды жағып, ол менің даусымнан сөнгенше айғайлаймын. Міне осындай челлендж. Өте қызықты челлендж. Үйге барғанда міндетті түрде жасап көрем. Ал осы агрессияны физикалық жаттығулармен жеңе алатындар бар ма? Мен ашуланған кезімде 1 километрде таза ауада жүгіремін. Осы уақытта қатты шаршаймын. Және де ашуланған себебім мәнін жоғалтып алады, мәнсіз болып қалады. Осылай мен агрессияны физикалық тұрғыда жеңем. Өте керемет, тамаша.